Сәлеметсіздер ме? Әлемдегі әрбір 5-ші адам бауыр мен өт жолдары ауруларынан зардап шегеді екен. Негізі өт жолдарындағы тас ағзадағы зат алмасуының бұзылуынан пайда болады. Ал оған семіздік, дұрыс тамақтанбау, майлы тағамдарды көп қолдану, аз қимылдау, қант диабеті мен вирустық гепатит және асқазан ішек аурулары себеп болып жатады. Соның салдарынан өттің қозғалу қызметі нашарлап, онда біртіндеп тас түзіле бастайды. Ондай тастар ұзақ жылдар бойы ешқандай белгі бермей жата беруі мүмкін. Науқас өт жолында тас бар екенін ауырсыну белгілері білінгенде бірақ біледі. Осы жерде бұл ауруды ертерек анықтауға бола ма деген сұрақтар туындайды. Егер майлы немесе ащы тамақ ішкеннен кейін оң жақ қабырғаның асты ашып немесе шаншып қатты ауыратын болса, ауру приступ ұстама сияқты түрде болады. Ары-бері қимылдағанда қатты ауыртады. Ауырсыну өт жолындағы тастардың қозғалуынан туындайды. Ауызға ащы дәм, қышқыл дәм келсе, іштің кеуіп, іштің ісініп кетуі, жиі кекірсеңіз, бұл өт жолында тас жинала бастағанның белгісі деуге болады. Көздің, дененің сарғаюы кездеседі. Сарғайған жағдайда өт жолында тастар тығылып, өттің қозғалуы төмендеп кетуінен өт қанға құйылады. Соның әсерінен сарғаю денеге жайылады. Өттегі тастар холестеринге бай ұн тағамдары, майлы, ысталған, қуырылған тағамдарды жиі пайдаланғанда пайда болады. Егер сізде осындай симптомдар болған жағдайда диагностикалау орталығына бару қажет. Өт тас ауруларын анықтауда ультрадыбыстық зерттеулер өт тастарының мөлшерін, олардың саны мен орналасуын анықтауға мүмкіндік береді және қан талдауларын жасау қажет. Тас анықталған жағдайда барлық адамға бірдей операция жасалмайды. Анализдерге және өттегі тастың көлеміне қарап, дәрігер емдеу терапиясын тағайындайды. Медицинада дәрілік немесе операциялық емдеулер арқылы тасты алып тастайды. Одан бөлек халық емімен тасты үгітіп, өт жолынан шығаруға болады. Оны біз келесі видеоларымызда атап өтетін боламыз. Видеомыз сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік.